жаужүрек тағамы бұл көбіне ер балаларға арналып тағайындалатын тағам. Мінекей дайын күйінде алдарыңызға алып келдім. Бұл тағам негізінде өзінің ең керегі бауыр және қойдың іш майы керек. Қойдың бауырында өте гепатин деген элемент өте көп болған. Сол элемент ер балаларға өте қажет. Жауға шыққан уақытта батыл, ер жүрек болсын, аман есен елімізге оралсын деп анамыз, әжеміз осыны тағайындап күтіп отырған, я болмаса өздерінің бірге салып берген тағамды. Іш майдың өте жұқа жерін аламыз. Қазір қызым көмектеседі. Енді бауырды 4 бұрыштап турап аламыз. Бірінші дайын күйінде турап алдық. Енді осыны 4 бұрыштап былай тураймыз. Бұны жұқалап турауға болмайды. Бауыр деген өте жылдам, тез дайындалатын тағам. Сондықтан оны жұқа турасақ ол дәмді болмайды. Осындай үлкен қылып турап, 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Тұздаймыз бұны дәмі кіру үшін. Біздің бауырымыз дайын болды. Енді бұны ораймыз да, мінекей мынандай түйреуішпен ашылып кетпеу үшін түйрейміз. Жаужүрегімізді табаға, қызып тұрған табаға май құймай осылай саламыз өзін. Осылай салған дайын күйінде салсақ, бұл өзінің майы шығып, еріп, бауырға осы қойдың құйрығының майы әдемілеп сіңіп кетеді да. Мінекей дайын күйінде алыстан келген ер балаларға берген. Тағы да басқа тағамдарды пісіріп, екінші тағам ретінде де қоюға болады. Қарап отырсақ, мына қазақ халқы тағамдар еттен түрлі не шығады тағамдар. Мынау да солардың бір түрі, еттен жасалған. Не үшін жасалынады, қай кездерде жасалынады? Бұны күнде жасаса да болады ғой. Бұның ұзындығы да әртүрлі болуы мүмкін. Бұны қазақ халқы негіз мерекелерге дайындайды. Мінекей көрдіңіздер ме, қандай әдемі столға қойып, қандай мереке болса да, үйде болсын, қайда болсын, түйістік. Бұны енді қалай жасайды екен, не керек екен бұған? Еттен басқа сол жаңағы жүрек нелерді салады, сосын бұған қосымша күріш салынады, пияз салынады. Сосын барып екі жағын жіппенен байлап, кәдімгідей суға пісіреді. Қазымен шұжықтар сияқты дайындалады. Тек осындай бір маңызды шараларды ғана даярлайсыз, әлде осындай той томалақта жасап жүрсіз? Сол айтыңызшы. Негізі үлкішек дегенде мен өзім жаңағы енді қазақтың ұлттық ұмытылып бара жатқан ұлттық тамақтарын біз қараймыз ғой енді. Мұғалім болғасын біз оның бәрін зерттейміз, қараймыз, оқушыларға үйрету мақсатында, жаңағы ата-аналармен жұмыстар жасаймыз. Сол кездерде мінекей осындай үлкішекті мен өзім осымен білмеймін, көп жасадым негізі. Үйде де жасаймыз. Мысалы, кеше мен мынаны өзім пісіріп жатқан кезде үйдегі мен балаларым, мама, біз мынаны жейміз ба деген сияқты сөздер болды да. Сосын мен жоқ, сендерге мінекей өзім қайтадан жасап беремін сосын деген сияқты. Олар өйткені біледі бұны уже. Енді осылай мінекей әжелеріміз, аналарымыз осылай насихаттай берсек, мына біз сияқты мінекей осындай көп айтып, жүрген жерде айтып жүрсек, ұмытылмайды ғой бұл ешқашан. Және бұл өте адамның ағзасына пайдалы зат. Солай ма? Пайдалы ас, пайдалы тағам деп айтуға болады. Барлықтарын ойларыңыз қосып отырмыз. Мен жаңағы пайдалы деп қалдыңыз ғой. Қазақ және де медицина жақсы білген, мысалы өкпе бар, бауыр бар. Енді екі сөздің мағынасы екі бөлек. Өкпе адамның өкпелеуі, жаңағы несі реніші. Өз байқасаңыз, өкпеден гөрі бауыр тәтті болды. Өзі әр сөз, сөз төркінді көрдіңіз ғой. Сөзіне мән бергенде осы туралы әңгімеміз қозғасақ, сіздің тағамыңыз туралы айтыңыз. Енді қарын бүрме деген жаңа айтып өттім ғой. Бұл өте кәделі тағамдардың бірі. Қонақ шақырсақ та мынаны ұялмай салуға болады. Көрдіңіз бе, бұның ішіне мен жаңа турап салдым, айттым ғой. Мүшелеп салуға да болады. Құда жекжатқа, туған туыстың басын қосқанда да осы қарынды әдемілеп тұрып жасап, ішіне кәделі еттерді салып, мүшелерін салып, жаңағы дастарханға әкеліп, ортасын кесіп жіберіп ашқан кезде өзі бір керемет тағамды көретін боласыздар жаңағы. Иісі дегеніңіз оның енді естен кетпейді, ауыздан дәмі кетпейді. Сондықтан бұл мені қарын бүрмен мен үйде де өзім жасаймын. Үйде келіндерім бар. Осыны әредік жасап, жаңағы осы отырған
барша қауымға да болашақта осы жойылып бара жатыр деп отырмыз ғой. Енді жойылып бармайды ғой. Бірақ енді көп адамдар бұндай иә, оны қиынсынады. Бұл тіпті қиындығы жоқ бұның. Сол үшін ерінеді елдердің барлығы. Сондықтан мейірімдеу керек, әдемілеп жасап, дастарханға қойып жеу керек бұл табақты. Әрбір қазақ өзінің отбасына соғым союға жағдай жасайды. Сондай кезде мінекей мысалы жүрегі бар, қарны бар, ол соғым соймыз ба? Сондай өзің отбасына болсын, жаңағы шақырған қонақтарына болсын, осылай дайындап беруге болады енді. Қазіргі заманда енді бұл қолжетімді деп ойлаймын. Қолжетімді. Мінекей сондықтан да біз қазір осы сойған соғымымызды біз берекелі қылып, қарнын да іске асырып, бауырын да, бүйрегін де жаңағы жүрегін де іске асырып, бас сирағын бәрін құрметтеп жеу керек негізі. Мысалы, әжелер мектебі бар, әкелер мектебі деген бар. Соның бәрінде осы біздің ұлттық құндылықтарымызды баланың бойына дамыту, сіңіру деген. Сондай мақсатпен осындай жұмыстар жасалады. Наурыз мерекесінде осы тағамдардың барлығын біз жаңағы ата-аналарымыздың көмегіменен дастарханға қойып, оқушыларды көзбен көрсетуге тырысамыз. Құрметті көрермен, сөз төркіні жобасында кезекті шығарылым аяқталды. Бүгін біз ұлттық тағамдарға тоқталдық. Оның ішінде жаңағы ұмытылып бара жатқан тағамдар, осы тағамдарды біле жүрейік. Достарыңызға, дос-жарандарыңызға айта жүріңіздер, арнамызға жазылыңыздар. Дәм көріңіз. Қарын бірімен дәм татып көрейік. Өте дәмді, тамаша. Енді етті жай дайындағаннан гөрі, яғни қарынның ішінде дайындау мүлдем бөлек болады. Сөйлеме қоса піседі екен бұның ішінде. Дәмі сыртқа шықпайды. Енді кез келген тағамның дәмі болып дәмдеушінен ғой жаңағы. Қарын нағыз табиғи дәм, өте дәмді. Жаңағы біздің үлгершегіміз. Әр еттің дәмі бөлек, адамның жасауына байланысты, адамның ниеті бар, жаңағы көңіл күйі бар, соған байланысты дәмді болады. Махаббат. Нағыз жаңағы жаужүрек. Табанның түбінде қалып қояды да, бауыр мен май бірге нетіп кетеді. Өте дәмді тағам.